Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі асмерге қазақша самгепсаль мен хачапури жасайтын боламыз. Хачапурinin қамырына су, тұз, қант, дрожжи және ұн саламыз. Жақсылап араластырып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Бетін салфонмен жауып, жылы жерде 2 сағат ашытып аламыз. Самгепсальға етін осылай жіңішке етіп тураймыз. Үстінен 1 қасықтай сумай, өзіңізге ұнайтын приправа және кристальки саламыз. Дәміне қарай тұз салып араластырамыз. Алдын ала маринадтап қойсаңыз да болады. Сковородканы майлап, етімізді қуырамыз. Кристаллик салғаннан кейін ет жұмсақ болады, сол үшін көп қуырудың қажеті жоқ. Ары кетсе 7-8 минуттан қуырсаңыздар болады. Қайнаған суымызға тұз салып, күрішті салып пісіре береміз. Қамыры дайын болғаннан кейін жұқалап оқтаумен шаямыз. Ортасына теркадан өткізілген сырды осылайынан салып, видеодағыдай жасаймыз. Тағы да оқтаумен жайып жібереміз. Жайып болып, майланған табаға салып, үстінен кішкене сыр салып және жұмыртқадан жағып жібереміз. градуста 20-30 минут пісіріп аламыз. Самгепсальға қажетті бұрыш, қияр, помидорларымызды турап дайындап аламыз. Екі жұмыртқаға 1 қасық сумай және тұз салып араластырамыз. Сковородкаға осылайынан құйып қуырып аламыз. Дайын болған жұмыртқаны осылай жіңішкелеп турап шығамыз. Осымен бәрі дайын болды. Барлықтарыңызға ас болсын. Ассалаумағалейкум достар, Елена Дәмтаған каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі бізде асым әзірде қазақша самгепсаль және де хачапури, нори, орам жапырақ, күрішіміз бар. Достар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, подписацияны басып кетіңіздер, және де осы видеомызға лайк және де комментарий ас болсын деп жаза кетіңіздер. Сіздер лайк бас комментарий жазылған кезде басқалардың көруіне себепші боласыздар. Ал достар, өзіме ас болсын. Бірінші етті саламыз. Помидор қалауларыңыз бойынша, қызанақ және қияр, жұмыртқа, аз-маз острый перец, күрішті салсаңыздар да болады. Аласыздар да, бісміллә деп жейсіздер.
Енді дәмінде сөз жоқ достар. Сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Осылай қарайсыздар. Дәмінде деген сөз жаған достар.
Достар, Норимен бірге күріш жеуге кеңес беремін. Өте керемет шығады. Достар, егер де майлы ет жақсы көретін болсаңыздар, майлы етпен өте дәмді шығады. Негізінде мен өзім майды көп жей бермеймін, денсаулығыма байланысты. Майлы етпен жасасаңыздар да өте керемет шығады. Достар, бүгінгі кешкі асымыз өзіме қатты ұнады. Жоғарыда айтып өткендей қазақша самгепсал. Үй жағдай жасасаңыздар болады. Үйдегі адамдарыңыз,
туысқандарыңыз қуанып қалатын болады. Достар, жоғарыда айтқанымдай каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, және лайк басып кетіңіздер осы видеоға, және комментарий бөліміне ас болсын деп жаза кетіңіздер. Рахмет бізбен бірге болғандарыңызға.